Алтыншы тапсырма. Есеп бойынша өрнек жаз. Есепте артық мәліметтер бар ма? Арақашықтығы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты. Бірінші пойызда 15 вагон бар, ал екіншісінде одан 2 вагон артық. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, ал екіншісінікі 60 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Бізде бұл жерде бірнеше артық мәлімет бар. Біз оның бетін тастаймыз немесе жасаға аламыз. Бірінші пойызда бірнеше вагон, 15 вагон, екіншісінде 2 вагон артық деген бізге керек емес. Енді онсыз оқып көрейік. Арақашықтығы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, екіншісі 60 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Бізде S тең 880 км, V1 тең 50 км сағат, а V2 тең 60 км сағат. Енді бізде Т белгісіз. Біз Т-ны табу үшін алдымен В жақындау табу алуымыз керек. В жақындаудың формуласы В1 қосу В2. Қосайық. В жақындау тең 50 қосу 60 тең 110 км сағат. Ал енді В жақындау тең 110 км сағат. Ал енді біз Т-ны табамыз. Т-ның формуласы S бөлу В жақындау. Т тең, яғни бізде S 880-ді бөлеміз 110 км сағатқа тең болады. Нөлдерін қысқартып тастаймыз. 88-ді 11-ге бөлсе 8. Т тең бізде 8 сағат. Олар 8 сағаттан кейін кездеседі.